Құрметті оқырмандар, бүгін мен сіздерге мулен руж салатын қалай жасалу жолын көрсетемін. Ең алдымен судакты турап аламыз, сосын оны маринаттаймыз. Маринатына тұз, бұрыш, лимон суы қажет етеді. Маринатталған судакты клярға қосып, екеуін араластырып, жаңа ыстық майға қуырамыз. Әрі қарай бізге брокколи, цветная капуста керек. Ол цветная капуста брокколиді тұзды суға қайнатып аламыз. Ол суға кішкене лимон сығындысын қосамыз. Енді барлық заттарды біріктіріп, горох, черри, оливкиді саламыз. Бірінші авторский соус. Бұл соустың орнына сіздер дрессинг деген соусты алып қолдансаңыздар болады. Содан кисло-сладкий соус құямыз. Содан кейін сұйық май, тұз, зелень салып араластырамыз. Міне салатымыз дайын болды. Әдемі ыдыстарыңызға салып, YouTube каналына тіркелуді ұмытпаңыздар.